Кайырлы күн достар. Бүгін Шымкент қаласындағы Магнум магазинін бір қатар ыдыстарын бірге көріп шығайық. Міне осындай ыдыстың түрлері өте көп. Көздің жауын алады. Мыналар кондитерлікке арналған. Торт пісіретін болсаңыздар, пирог, үйге керекті не болмаса заказға пісіретін болсаңыздар, алсаңыздар өте жақсы. Бағаларда қолайлы. Қараңыздар, оларды пісіргенге, жылытқанға өте әдемі. Енді мынау сковородкалардың түрлері өте көп. Качестволары да жақсы көрініп тұр. Алуға таңдасаңыздар өте қатты қиналасыздар. Қараңыздар, түрі өте көп. Көздің жауын алып, неше түрлісі бар осылай. Және де осындай салатқа арналған ыдыстар бар. Мінекей мынандайлар бар. Керамикадан жасалған. 2200 екен бағасы. Алюминарийдің ыдыстарды өте керемет. Тарелканы қараңыздар. Керемет екен достар. Көздің жауын алып, үйге алғым келіп кәдімгідей. Өте керемет. Сөзім жоқ, қатты ұнады. Достар, бұл жерде осындай ыдыстың барлық түрін набор қылып алсаңыздар болады. Тарелкіден, салат салғыш, бокалы, ассортиге салатын, және мынандай түрлерінен де барлық түрлерінен набор қылып алсаңыздар, барлығының түрі бар. Балаларға арналған тарелка өте керемет. Балалар қызығып тамақты жеп қоятын сияқты. Мынандай ыдыстар өте көп екен осындай. Қараңыздар, шылдырап ерекше стилі. Бұның бір үштігі 2500 теңге екен. Мына тарелкіде маған осындай ыдыстар ұнап жүр. Көлемі үлкен екен. Ашық, кейбір адамдар суреті бар ыдыстар жақсы көреді. Әркімнің стиліне байланысты. Ерекше стилдегі ыдыстар өте көп екен. Наборларымен бірге қойып қойыпты. Көңіліңізге қалаған ыдысты тауып аласыз мына жерден. Набор қалсаңыздар болады. Бокалдарына дейін бар. Іздесеңіздер барлығын табылады. Бокалдарында көлемдері өте үлкен. 250 миллиграммнан басталады. Өте керемет екен, қараңыздар. Әрі бокал, әрі термос ұстаса да болады.
ерекше стилдегі бокал екен. Бағалары базардан қарағанда сәл қымбаттырақ жүреді. Көрініп тұрған шығар өздеріңізге де. 200, 300, 500 сондай қымбаттырақ жүреді. Мына бокстарды қараңыз, өте керемет. Балаларға осындай алып берсе болады, сынбайды. Мына үйде қолданғанға өте керемет екен. Төгіп алмайды. Мынада шиша екен. Жанарыз. Мында құмыраларды көрсем. Бұрынғы баламыздың үйінде толып тұрушы еді. Есіме түсіп кетеді. Шейка. Берешкенге өте керемет. Набор қойыпты бокалдар. Мына миксерден айтса, әрқайсысының көлемдері жазылған. Балалардың наборын қараңыздар. Балалар қызығып, тамақтарын соларын тосып қойыпты. Қасығы бәрі бар екен. 4 штук тұрады екен контейнерлер. Салат, тамақ салып қойған өте керемет. Неше түрлі салатынан қараңыздар. Маған силикон түрлерінен қарағанда ағаш өте қатты ұнайды. Мынандай түрлері де бар екен. Қалаған ыдыстарыңызды, керек ыдыстарыңыздың барлығын табасыздар келсеңіздер. Қасықтар бар екен, бірақ қасықтар қымбат екен. Неге сонша қымбат екенін түсінбедім. Арнама тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер достар. Түрлі видеолар салып, қызықтырып отырамын. Ең бастысы менімен бірге болып көріп отырыңыздар. Мынандай шуатын да бар екен. Мына бір ойыншық сияқты мынау. Жұмыртқа тарайтын. Достар, ыдыстың түрлері өте көп.